Дональд Трамп 1980 жылдардың соңында президенттікке үміткер ретінде атала бастағанымен, оның саяси көзқарастары өте құбылмалы болды. Кейбір жағдайларда ол либералдық бағытты қолдаса, басқа жағдайларда консервативті пікірлерді ұстанды. 2009 жылға қарай ол өзінің саяси ұстанымдарын нақтылап, республикалық партияға қосылды. Трамп қоғам арасында танымал тұлға болғандықтан, республикашылдар 2011 жылы оны президенттік сайлауға кандидат ретінде ұсынуға тырысты. Алайда бизнесмен сол кезде саясатқа толық араласуға дайын емес екенін айтып, ұсыныстан бас тартты. 2015 жылдың маусым айында Трамп ақш президенті қызметі үшін күресуге дайын екенін ресми түрде жариялады. Оның сайлауалды науқаны «Американы қайтадан ұлы етейік» деген ұранмен өтті. Миллиардердің бағдарламасындағы негізгі мәселелер иммиграция, экономика және ішкі саясатқа қатысты болды. Егер сайлауда жеңіске жетсе, Мексикамен шекарада Қытай қорғанына ұқсас үлкен қабырға салатынын мәлімдеді. Сонымен қатар ол бірнеше рет ИШИМ сияқты террористік ұйымдарды жою қажеттігі туралы да айтты. Трамп бұрынғы президент Барак Обама енгізген денсаулық сақтау реформасын жоюды ұсынды. Бұл бағдарлама мемлекетке тым қымбатқа түсетінін және денсаулық сақтау саласында тиімдірек әрі арзан тәсілдер табу керектігін айтты. Трамп өндірісті ақш аумағына қайта көшіру қажеттігін, америкалық компаниялардың шетелде өндірілген өнімдеріне салықты арттыру керектігін, сондай-ақ Қытаймен сауда соғысын жүргізу мүмкіндігін жиі көтерді. Оның осындай саяси ұсыныстары көптеген сайлаушыларды өзіне тартты, әсіресе жұмыссыздар мен жұмысшы табының өкілдері арасында Трампқа қолдау күшейе түсті. Дональд Трамп көбінесе дәстүрлі саяси әдеттен алшақ, ойын ашық тікелей айтатын саясаткер ретінде танылды. Бұл оны өзгеше, дәстүрлі емес кандидат ретінде көрсетті. 2016 жылы өткен ақш президенті сайлауында Дональд Трамп күтпеген жерден жеңіске жетті. Оның қарсыласы Хиллари Клинтон сайлауда жеңді деп көпшілік жағынан болжанған еді. Алайда Трамп шешуші штаттарда жеңіске жетіп, қажетті дауыс санын жинап алды. Дональд Трамп президенттігі кезінде ақш экономикасы ұзақ уақыт бойы өсім көрсетіп, рекордтық деңгейге жетті. 2019 жылдың жазында ақшта экономикалық өсімнің ең ұзақ кезеңі тіркелді. Шамамен 209 ай үздіксіз өсім байқалды. Жұмыссыздық деңгейі соңғы 50 жылдағы ең төменгі көрсеткіштердің бірі болып, шамамен 2,5%-ды құрады. Алайда бұл жетістіктерді коронавирус пандемиясы күрт тоқтатты. 2020 жылдың екінші тоқсанында ел экономикасы шамамен 33%-ға құлдырады. Бұл Америка тарихындағы ең ірі экономикалық төмендеу ретінде тіркелді. Трамп билігі кезінде Қытайдан келетін тауарларға жаңа кедендік баж салығы мен түрлі шектеулер енгізілді. Нәтижесінде ресми Пекин ақштың сауда саласындағы бас серіктесі мәртебесінен айырылды. Сонымен қатар қытайлық телекоммуникациялық компанияларға қарсы санкциялар енгізілді. Бұған дейінгі президент Барак Обама кезінде ақштың Ауғанстан мен Ирактағы әскери операцияларға қатысуы біршама қысқартылған еді. Соған қарамастан ақш НАТО-дағы одақтастарын қолдауды жалғастырды және америкалық әскерилер Ливияда бейбіт тұрғындарды қорғау операцияларына қатысты. Обама сондай-ақ ақш әскерін Сирияға жіберіп, Башар Асад режиміне қарсы топтарды қолдауға және ИШИМ ұйымдарына қарсы күреске бағыттады. Трамп президент болған кезде ақш армиясында жаңа әскери құрылымдар жасақтала бастады. Соның ішінде ғарыш кеңістігіндегі операцияларға арналған жаңа әскери күш құрылды. Трамптың айтуынша бұл қадам Ресей мен басқа мемлекеттердің осындай әскери мүмкіндіктерін дамытуына жауап ретінде жасалған. Трамптың президенттігі кезінде елдің ішкі саясатында иммиграция мәселесі негізгі тақырыптардың біріне айналды. Ол ақштың оңтүстік шекарасында қабырға салуды және иммиграция ағынын тоқтатуды қолдады. Бұл шешім ел ішінде үлкен талқылаулар мен пікірталастарға себеп болды. Сайлауалды науқанында Трамп заңсыз иммиграцияға қарсы белсенді күресуге және қарапайым америкалықтардың жұмыс орындарын қорғауға уәде берген еді. Оның президенттігі кезінде ақшта тұрақты тұру құқығын алған шетелдіктер саны азайды. Мексикамен шекарада жоспарланған 1600 шақырымдық қабырғаның тек бір бөлігі ғана салынып бітті. Дональд Трамптың президенттігі кезінде ақшта нәсілдік теңсіздік пен полиция қысымына қарсы наразылықтар күшейе түсті. 2020 жылы Джордж Флойдтың өліміне байланысты оқиғалар бүкіл ел бойынша нәсілдік әділетсіздікке қарсы үлкен қозғалыстардың басталуына себеп болды. Бұл жағдайларда Трамптың кейбір мәлімдемелері мен әрекеттері қоғамдағы пікірталастарды күшейтіп, әлеуметтік шиеленісті арттырды. Трамп президент кезінде ақш бірнеше халықаралық келісімдерден шығатынын жариялап, бірқатар ұйымдарға мүшелігін тоқтатты.
Атап айтқанда, ақш орта және қысқа қашықтықтағы зымырандарды жою туралы шарттардан, сондай-ақ Иранның ядролық бағдарламасы жөніндегі келісімнен шықты. Сонымен қатар, ақш дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымынан, Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесінен, ЮНЕСКО-дан, сондай-ақ палестиналық босқындарға көмек көрсететін Таяу Шығыс агенттігіне мүшелігін тоқтатты. Сыртқы саясатта Дональд Трамп Америка бәрінен бұрын қағидасын ұстанды. Ол НАТО одақтастары мен басқа халықаралық ұйымдар алдындағы ақш міндеттемелерін қайта қарастыра бастады. Мысалы, 2017 жылы Париж климат келісімінен шығу туралы шешім халықаралық қауымдастықта үлкен резонанс тудырды. Трамптың пікірінше, бұл келісім ақш экономикасына зиян келтіретін еді. Сондай-ақ Дональд Трамп Иерусалим қаласын Израильдің астанасы деп ресми түрде таныған ақш президенті ретінде тарихта қалды. Осы шешімге сәйкес, Тель-Авивтегі ақш елшілігі Иерусалимге көшірілді. Бұл қадам Таяу Шығыстағы саяси шиеленісті күшейтті. Трамптың президенттігі COVID-19 пандемиясымен де тұспа-тұс келді. Оның коронавирусқа қатысты саясаты мен мәлімдемелері көп сынға ұшырады. Аурудың тез таралуы және экономикалық дағдарыс оның саяси беделіне айтарлықтай әсер етті. Соған қарамастан, көптеген қарапайым америкалықтар пандемия кезінде халыққа берілген қаржылай көмектер үшін Трампқа алғыс білдірді. Себебі сол көмектер таратылған чектерде Трамптың аты көрсетілген болатын. Дональд Трамп ақш тарихындағы 2 рет импичмент жарияланған алғашқы президенттердің бірі. Оның бірінші импичмент процесі 2019 жылдың 19 қыркүйегінде басталды. Бұған Трамптың Украинаға қысым жасап, өзінің саяси қарсыласы Джо Байденнің ұлы Хантер Байденге қатысты тергеу жүргізуді талап еткен туралы барлау қызметінің мәліметтері себеп болды. Трамп Владимир Зеленскиймен телефон арқылы сөйлесу кезінде Украина үкіметінен Хантер Байденге қатысты тергеу бастауын сұраған. Және бұл мәселені Украинаға берілген әскери көмекпен байланыстырған. Демократтар бұл әрекетті саяси пайда үшін жасалған қысым деп бағалады. Нәтижесінде ақш Сенаты 2020 жылдың ақпан айында сот процесін өткізді. Бірақ Трамп ақталып, импичменттен құтылып кетті. Екінші импичмент процесі 2021 жылдың 6 қаңтарында Капитолий ғимаратына шабуыл жасалғаннан кейін басталды. Сол күні Трамптың жақтастары Конгресс ғимаратына басып кіріп, 2020 жылғы президенттік сайлаудың нәтижелерін бекіту процесіне кедергі жасауға тырысты. Ал Трамп сол күні Вашингтонда өткен митингте өз жақтастары жағдайды өзгерту керек екенін айтқан. 2021 жылдың ақпан айында Сенат екінші импичмент процесінде қарастырды. Бірақ бұл жолы да Дональд Трамп ақталып, жауапкершіліктен босатылды. 2021 жылы президенттік қызметтен кеткеннен кейін де оған қатысты тергеулер мен сот істері жалғаса берді. Трампқа қатысты 4 қылмыстық іс бойынша құқықтық процестер жүргізілді. Бір іс 2020 жылғы сайлауға байланысты. Сайлаудан кейін Трамп Джорджия штатының губернаторына телефон соғып, жетіспей тұрған дауыстарды табуға және осы штатта өзінің жеңісін қамтамасыз етуге тырысқан деп айтылды. Осыған байланысты оған сайлау нәтижелерін бұрмалауға шақыру және мемлекеттік қызметкерлерді өз өкілеттілігін теріс пайдалануға итермелеу сияқты айыптар тағылды. Екінші қылмыстық іс те 2020 жылы сайлаумен байланысты. Сайлауда жеңілгеннен кейін Трамп жақтастарына біздің дауыстарымыз ұрланды. Біз өз дауысымыздың естілуін қамтамасыз етуіміз керек, деп мәлімдеген. Бұл сөздерден кейін Капитолийге шабуыл жасауға итермелеу ретінде бағаланды. Үшінші қылмыстық іс үлкендерге арналған фильм жұлдызына төленген ақша мен қаржылық қаражаттарды жасыруға байланысты. Айыптауға сәйкес Трамп 2016 жылғы сайлау алдында жеке өміріне қатысты ақпаратты жасырмақ болып, төлемдерді құпия түрде рәсімдеген. Тағы бір іс құпия мемлекеттік құжаттарды заңсыз сақтау мәселесіне қатысты. Заң бойынша мұндай құжаттарды жеке үйінде сақтауға рұқсат етілмейді. Алайда бұл қылмыстық істер Трамптың келесі президенттік сайлауда республикалық партия атынан кандидат болуына кедергі келтірмеді.